Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен өткенде бір видео салып едім, жеміс жидектерімді морозилкада сақтаймын деп. Сол видеоның астына бірнеше комментарийлер жазылған. Ол деген алма немесе абрикос үсіп кетпей ме, ол бұзылып кетпей ме, ағып кетеді, ол дұрыс олай болмайды сияқты деп. Мен негізі жылда солай піскен жемістерімді қатырамын и балдарыма жылда солай үйден компотын қайнатып беремін. Қазір мен сіздерге көрсетейін деп тұрмын, қалай қайнататынымды, қалай істейтінімді. Көз түсінбей тұрған сияқты, ол қатып шыққаннан кейін бүлініп қалады ғой деп. Әрине бүлінеді. Оны қатып тұрып, оны сыртына шығарып қойып ерісін деп күтіп тұрсаңыз, міндетті түрде қарайып, іріп, шіріп, ағып пайдаға аспай қалады. Оны қайтесіз, морозилкадан аласыз, сол бойда кастрюлька немесе қазанға саласыз дағы, үстіне су құйып, салқын су құйып, солай қайнатып аласыз. Сонда ғана ол өз несін сақтап тұрады. Өз балғындығын сақтап тұрады. Егер ол жаңағыдай сыртына шығарып қоятын болсаңыз, міндетті түрде ол шынымен де алма да, абрикосың да кәдімгі қарайып, пайдаға аспай былшырап кетеді. Оны вареньеге де пайдаға аспайды, компотыңа да пайдаға аспайды. Тек оны лақтырасыз. Тап қазір міне морозилкадан шыққан, міне мұзымен тұр. Мына алмадан мұзымен тұр міне. Свежий күйінде туралған алма мен абрикос міне. Қазір осы морозилкадан шығарып кастрюлькаға салып тұрмын. Қазір үстінен сап-салқын су құю керек. Су құюға болмайды, ыссы бүлдіріп жіберуі мүмкін. Салқын, мына өзі мұз болып тұрғандықтан сап-салқын су құйып, енді суда салқын, ішінде қатып тұрған жемістер де салқын болғандықтан әрі кетсе 1 сағатқа жақын қайнайды. Қайнағанда да ет қайнатқандай қайнатпаймыз. Жайлап бүлкілдеп бастап атқаннан, қайнайын деп атқаннан өшіріп қоямыз. Жаймен де сосын мынаның барлығын сүзіп алып тастаймыз. Міне, егер бұны шығарып қоятын болсаңыз алдын ала, мынау деген қарайып, алма да сол қап-қара болып, мынау деген пайдаға аспай былшырап кетеді. Мына қазір міне свежий кезінде туралған алма, міне осы күйінде мұздай болып, мұз болып қатып тұр. Үстіне суды құйғаннан кейін барып, бұл сол несін бұзбай, осылай свежий болып пісіп шығады. Кәдімгі свежий алма мен өріктің дәмі солай болады. Көзі түсінбей жатыр екен. Олай сақтауға болмайды, негізі ағып кетеді деп. Ағып кетеді. Тек қана шығарған бойда қайнатып алу керек, болды. Мен өзім жылда, неше жыл болды, 5-6 жыл болып қалды. Осы істеп келе жатқанымызға, үйдің компотын балдарға қайнатып беріп отырмын. Түсінбеген жандар болса, міне енді түсінікті болды деп ойлаймын. Мінекей, мына қазір мұз күйінде тұр. Қап-қатты қазір шығардым. Өйткені балдарым компоты бітіп қалған, соны қайнатайын деп жатырмын. Міне алма мен абрикос. Міне үстінен салқын су құйдым. Осылай свежий күйінде тұр. Кәдімгі қолдан қазір теріп алып, қазір тураған сияқты болады. Осылай қайнатамыз 1 сағатқа жетер-жетпес, өзі су салқын, өзі мұздай болғандықтан, екеуі де салқын болғандықтан 1 сағатқа жақын қайнайды. Қайнап, жыбырлап бастағаннан өшіріп тастаймын. Міне қайнады қыздар, мама жанып тұр. Ой, міне. Осыны енді сүзіп алып тастаймыз. Ешқандай істеп кеткен де жоқ, қарайған да жоқ. Сүзіп алып тастаймыз, болды. Біздің компотымыз дайын. Жанып тұр. Қатты қайнатпаймыз, тек бір кішкене қайнап кеткен бойда өшіріп тастаймыз. Міне түсінікті болды деп ойлаймын. Егер маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып отырыңыздар.